Ассалаумалейкум қыздар. Бүгін біз фаршированный перец с картошкой жасаймыз. Менің каналыма подписаться етіп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де лайктарыңызды аямаңыздар. Ол өте сочный, өте дәмді болып шығады. Бізге керек көкөністер мен дәмдеуіштер. Мен алдын ала күрішті пісіріп алдым. Одан кейін фаршты да алдын ала ерітіп, бұрыштарымды тазалап қойдым. Ішіндегі дәндерін алып тастадым. Одан кейін картоп, пияз, сәбіз бәрін тазалап, жуып қойдым, дайындап. Бізге қажет болатын дәмдеуіштер мына жерде паприка, мына жерде кориандр, қара бұрыш және де тұз. Ең біріншіден начинкасын дайындап аламыз. Мен кинза қостым. Кинзаны, пиязды ұсақтап тураймын да. Барлығын бірге жақсылап тұрып араластырамын. Дайын болған фаршымызды бұрыштардың ішіне толтырып, нығыздап тұрып саламын. Негізі өзім қатты жақсы көретін тамақтарымның бірі. Сол үшін сіздермен рецептін бөлісейін деп шештім. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Қалған фаршты үстіп бір тал жұмыртқамен араластырып, домалақ етіп, балаларға бөлек пісіремін. Өйткені менің балаларым бұрышын жемейді. Ал енді зажаркаға кірісеміз. Зажаркаға маған пияз, сәбіз, қызанақ, сарымсақ керек болады. Қызып тұрған майға пиязды қуырамыз. Одан кейін сәбізді саламыз. Кориандр, паприка. Бәрін жақсылап тұрып араластырып, әбден жұмсақ болғанша қуырамыз. Қызанақты саламыз. Сіздер қызанақ жоқ болса, томат қоссаңыздар болады. Мен отбасыма тамақ жасаған кезде томат қоспауға тырысамын. Болмаса қолдың томатын қосуға тырысамын. Сарымсақ, тұз қосамыз. Және де бәрін жақсылап тұрып қуырып аламыз. Соғын шығарып тұрып қуырамыз. Ал енді бұрыштарымызды діземіз. Мен өйстіп жан-жағына тізіп жағамын. Мен бұлай тік қоямын, өйткені ішіндегі начинкасы шашылып кетпесін деп. Ортасына картоп саламын. Көріп тұрғандарыңыздай картоптарым да ұсақ-ұсақ. Мені балаларға деген фаршымды үстіп бір тал жапырақ, орам жапыраққа салдым. Міне дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай бұрыштың ішіндегі начинкалары шашылып кеткен жоқ. Ал енді ас болсын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сізде қалай шыққанын комментарийда міндетті түрде бөлісіп кетіңіздер.